Сәлем баршаңызға, сіздермен Ақерке. Мен сіздерге түрік елінің тіске басары бөректің рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Екі түрлі салмамен дайындайтын боламыз. Ең алдымен лаваш, сүзбе, жұмыртқа, кинза, сыр қажет болады. Бірінші салмамыз ол сүзбемізге бір дана жұмыртқамызды және кинзаны қосып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Дайын массамызды бір шетке қойып, екінші сырымызды дәл видеодағындай етіп бөлшектерге бөліп аламыз. Міне сырларымыз осындай болуы қажет. Келесі лавашты осылай видеодағындай етіп, үш бұрыштылап, қайшының көмегімен немесе пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Міне біздің лавашымыз осындай үш бұрышты болуы қажет. Енді салмасын салып, бөрек дайындайтын боламыз. Осылай видеодағындай орап, ұшына кішкене су жағып, осылай жабыстырамыз. Енді екінші салмамызды да солай қайталап орап шығатын боламыз. Бұл жерде лавашымызды біз қаттырақ қысып, нығыздап орауымыз қажет. Орған кезде ашылып кетпеу үшін. Міне біздің лаваштарымыз дайын болды. Енді қызып тұрған табада екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Міне екі жағы қызарып, әдемі болып пісті. Міне біздің бөректеріміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Осындай кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Міне ішін ашып қарағанда сырымыз осылай созылып, керемет болып шығады. Дәл осы тіске басарды таңғы асқа немесе кешкі асқа 5 минутта дайындап дастарханға ұсынсаңыздар болады.